Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан манты жасаймыз. Каналыма алдын ала тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны басуды ұмытпаңыздар. 300 мг жылы суымызға бір ас қасық тұз салып араластырамыз. Ұнымызға бір жұмыртқа, бір ас қасық сұйық май және суымызды құйып, қамырымызды араластырып, жақсылап илеп шығамыз. Видеода көрсеткендей қамырымызбен 5-10 минут жұмыс істейміз. Қамырымыз кішкене қаттылау болады, бірақ оған уайымдамаңыздар. Қамыр тұрған сайын жақсы қанады. Салмасына бізге қажет пияз, асқабақ және фарш. Кухонный комбайннан пиязды өткізіп аламыз. Өткізілген пиязымызды фаршқа саламыз. Асқабағымызды да кухонный комбайннан өткізіп аламыз. Оны да фарштың үстіне салып шығамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, кішкене сұйық май құйып, жақсылап араластырып шығамыз. Қамырымызды екіге бөлеміз. Столдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қанған қамырымыз өте оңай жайылады, әрі жыртылмайды, піскен уақытта езілмейді. Осылай үлкен шеңбер қылып жайып болғаннан кейін қамырымызды видеода көрсеткендей кесіп шығамыз. Әрбір кескен қамырымызға салмасын саламыз. Жақсылап мантыды түйіп шығамыз. Отқа 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне достар, осындай керемет мантымыз пісті. Иісі деген керемет. Достар, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менімен болған үшін рахмет.